16 ғасырда Николай Коперник батыл ой айтты. Жер емес, күн орталықта тұр. Бұл бұрынғы түсініктерді өзгертті, ғылымға жаңа бағыт берді. Оның теориясы адамдарды әлемді басқаша көруге үйретті. Сол дәуірде Еуропада реформация қозғалысы басталды. Шіркеудің билігіне қарсы шыққан адамдар әділдік, сенім, еркіндігі мен теңдікті талап етті. Олардың ішінде Томас Мюнцер ерекше тұлға болды. Ол қарапайым шаруаларды қолдап, әділ қоғам құруға шақырды. Мюнцердің көтерілісі қатал басып тасталғанымен, оның идеялары халықтың санасында із қалдырды. Коперниктің ғылымдағы жаңалығы мен Мюнцердің әділдік жолындағы күресі 16 ғасырдың үлкен өзгерістерін көрсетеді. Бұл дәуір адамдарды ойлануға, жаңа жол іздеуге және болашақты өзгертудің мүмкін екеніне сенуге үйретті. Коперниктің ғылымдағы жаңалығы мен Мюнцердің әділдік жолындағы күресі 16 ғасырдың үлкерістерін көрсетеді. Бұл дәуір адамдарды ойлануға, жаңа жол іздеуге және болашақты өзгертудің мүмкін екеніне сенуге үйретті.